Assalomu alaykum. Bugun keyingi sabahımızı başlayımız. Tak. Kişiye o'tilgan sabahlardagi sxemalarda bugün onu ko'rib chiqamiz. Yigirde kişiye aytib o'tganimizda yigir sxemalar prostoy bo'lsa, nega korobkalarda qo'rqinchli bo'lib ko'rinadi. Любой соединительный коробканы ko'rganimizda bizga qo'rqinchli mana. Ne soединительный коробкалар bor. Nega buni qarasak, banjagan bo'ladir. Sağlam. Ne негізгі схемамыз простой. Вот. Міне кәдімгі бірнеше основной мынаны сіз 220 деп ойлаң. Фаз деп ойлаң да. Сен мынау автомат деп ойлайық бірінші кірген жердегі. Ondan кейін қандай да бір линиядан кейін линия бірнеше күлшәділіміз басталады. Күлшәтілден кейін не болады? Күлшәтілден кейін обязательно лампочка болады. Вот. Соны екі бір проводпен масса барады. Оған. Мінекей. Жерге және бірін қойсақ. Жерге және бір лампочка қойсақ. Жалғап жібереміз. Анан біріктіріп жібереміз. Мына централидан келеді. Мынаған просто барып тұрды деп жалғасаған болады бұны. Сізге анықтығы болу үшін массаға келіп тұрды. Автомат қостық. Күлшәтілерге тоқ келді. Қостық жанды. Мына екеуінің схемасы. Енді біз кеше көрсеткен схема неге бұндай емес? Себебін айтайын. Лампочкамыз жоғарыда тұрады, үйде. Лампочкам неге емес, сондай көрсеттім. Лампочкам жоғарыда тұрады. Міне. Лампочка жоғарыда. Мына екінші жайдың лампочкасым жоғарыда тұрыпты. Мен соның үшін сондай алып сыздым. Неге жоғарыға да, жоғарыда тұрыпты. Жоғарыда лампочкамыз тұрыпты. Күлшәтіл төменде тұрады, мынандай болып не үйлерде. Мен көрінісін көрсетіп отырмын да. Олар міне үйде төменде тұрыпты. Мынау масса деген мына жақта кәдімгі екі провод болып келеді. Біз оны тоғы екен, не екенін білмейміз мысалға. Соны сіз электрик болып алғаннан кейін біз айырып алуымыз керек. Фаз қайсы, нөл қайсы. Мынау нөл, мынау фаз. Нөл дегеніміз бұлам сырттан келеді, сол екі провод қосылып, біреуі соң нөл болады. Бұл индикатор жәрдемінде тексеріп, қайсы нөл, қайсы фаз біліп алуымыз керек. Фаз основной, сол фаздан кетеді тоғымыз. Соның жолына жалғаймыз, сәмме затымыз. Міне, біз мына күлшәтіл жағымыз керек, светті мына лампочканы. Күлшәтілге келеміз бірнеше. Күлшәтілге келеміз бірнеше проводымызды. Күлшәтілден шығарамыз. Лампочкаға апарамыз. Енді баяғы нөліміз бар. Нөліміз. Жері кеп тұрыпты. Nölümüzü жалғаймыз. Оғаны.
қосып көреміз. Қазір мынау жанбаған себебін айтайын. Егер мынау кәдімгі фаза 0 болғандықта бұл жанар еді. Мынау қазір бізде светодиод пайдаланып отырмыз. Светодиодты кеше айтып өттік. Мынадан келеді, күлшәтілден өтіп, мына қара стрелкісі теріс қарап тұрыпты. Біз былай қарап өту керек еді. Былай қарап өту керек еді. Сол уақытта светодиодлар солай істейді. Біз бұны не аламыз? Бұның бағытын былай қарап өзгертіп жібереміз міне. Әнекей жанында. Светодиодлар сіздерде сондай жанбай қалғанда солай оны біліп алуыңыз керек. Мысалға сіз әр уақытта басланғыш кезде аккумулятордан немесе батареядан пайдалануыңыз керек. Бұл API. API. Ендігі лампочка. Ол да сондай міне күлшәтіл. Намазат не бұл? Бай қойып тұрайық. Күлшәтіл. Бірінші қылатын неміз. Күлшәтілге тоқтатамыз. Ең бірінші. Міне фазды. Егізі екі провод болғанда фазың қайсы екенін біз ядлап қалуымыз керек. Белгілеп. Мысалға екі түрлі проводтан тартың. Монтаждаған кезде екі түрлі провод. Мысалға қызыл провод болса, қызылды ядлап қалың, сол фаз. Келе береді, мінеке соған күлшәтілге жалғайсыз. Күлшәтілден шыққан проводты прям лампочкаға апарасыз, мінекей. Лампочкаға апарасыз. Енді баяғы нөліміз бар, міне. Сол нөлімізді әкелемізді. Так, мұна ішіне жіберейін да. Сыртына жіберейін. Симай қалады. Міне. Бұлам әді істеді уже. Қарасаңыз. Жандық екі күлшәтілге тоқ келді. Мұна қоссағым жаңады. Мұна қоссағым жаңағыдай болды. Направлениесін өзгертеміз. Міне. Жанды. Енді қараң, не үшін? Бұл көбейіп кетті. Коробкада. Соны әзір аламыз. Так. Міне. Қара. Міне 3 провод. Үшеуінің басы 3 проводтың ұшы шығып тұтты. Сол үшеуі қосылып бір байлану керек. Бұл 3 провод болды. Мына жерде 3 провод болады міне. Не? Мына былай қойайық. Мына 3 проводтың басы бір болады, мына 3 проводтың басы бір болады. Так, 2 скрутка болады, 2 түйін. Мына үшеуінің басы 6 провод болып тұтты мынен қара, 6 провод. Енді мынау бар. Бұл бір провод. Бұлам келеді. Bir провод болып. Мынауым келеді міне. Енді қараң. Қолайсыздық болып тұрды. Ал жасып кетемін деп тұрғанмын. Міне. Мына 3 проводтың басы 1 болады. Мына 3 проводтың басы 1 болады. Мына 2 проводтың басы 1 болады. Схема апайы, бірақ қазір қарасаңыз 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 провод болып тұрды. Оны 8 провод. 8 провод бір коробкадан шыққаннан кейін мына ахуалға келеді ол. Енді бізде неше түйін бар? Түйін санайық. 1 түйін, 3 проводтан 2 түйін, 3 түйін. 3 түйін бар. Мынада әзір одан көп. 3 түйін. Егер біздерге розетка қоятын болсақ, розетка. Осы коробкаға қоятын болсақ, розеткада және мына жаға келеді бір провод топ. Так, мына күлшәтіл емес, тоқып татқанда мінеге. Бұлай келеді, бір провод топ. Сондан кейін ол мынаған келеді, біреу. Міне. Бір провод топ. Міне. Сонымен неше провод болады? Мына уже 4 болды. Мынауым 4 болды. Сонымен 10 провод болды. 10 провод болды. Егізі
сіз монтаж істейдіған кезде бірімлеп қуып келесіз. Бұны бәрін не қылмай, мысалы, мына фазды қуып келесіз де, бірінші күлшәтілге жалғап аласыз. Міне. Фаз қуып келесіз де жалғап аласыз. Олды. Енді күлшәтілдің алям келгеннен кейін, оны лампочкаға тартасыз. Міне. Лампочкаға негіз екі провод тұрады. Біреуін массаға түсіресіз, мінекей. Массаға. Болды, солай. Мыналар мысалы жоқ елі. Мына проводлар жоқ. Мынауам жоқ. Міне. Қосып көресіз. Міне, істеді. Істеді ма? Енді мынау основной кеп тұрған линия фазымыз. Мынау 0. Енді фазды екінші коробкаға де бару керек, екі лампочкаға де. Мына фазға жалғайсаң, 0-ді 0-ге жалғайсаң. 0-ге жалғайсаң, міне. Мына лампочканы жалғамай тұрамыз әзірше. Мына жалғамай тұрамыз. Екі фаз келді. Екі не? Провод. Біреуі фаз, біреуі 0. Обязательно фаздан күлшәтілге тартамыз. Күлшәтілден тоқ келіп, күлшәтілден прямо лампочкаға бару керек. Ол не қылады? Через коробка. Күлшәтілге екі провод келеді, олам коробкаға келеді. Коробкаға келеді. Лампочкадан келген екі провод болып келеді, міне лампочкадан. Соның біреуін прямой қылып земляға жалғайсыз, 0-ге. Лампочкадан келген проводтың бір жағы обязательно любой. Егерде разноцветный болса, светлер әрқилы болса, сіз өзіңізге жазып қойың. Мына свет 0, мына свет фаз деп. Вот. Не? Фаз келді, күлшәтіл арқалы. Қостық. Мына қосып көреміз, мінекей. Екі күлшәтілге де фаз келді. Қоссақ жанды. Мына қоссағам жанды. Болған апуай. Коробкаде мынандай болған менен негізі сіз басыңызға, ойыңызға кіргізіп алсаңыз схеманы аңсат болып шығады. Диққатларыңыз үшін рахмет. Ендігі сабақларда көріскенше сау, саламат болыңыз.